Бәріңе сәлемдей, сендермен мен Арди. Бүгін біз достар бір блог жөнімізді жалғастыратын боламыз. Қысқасы қандай әдейі блог деп айта берейін, орысша солай үйреніп қалғам. Анша достар, бүгін біз достар көптеген затпен айналысатын боламыз, және де мен көптеген заттар жасап тастадым мында. Бүгін біздер енді көптеген заттар жасайтын боламыз. Бүгін біздің бөлім ұзақ болады және де өте қызықты болады деген ойдамын. Бір блогты күткен адамдар бар ма? Лайк басып кетіңіздер. Ендеше видеомызға кеттік. Ал біздер достар бастық, және достар біздің летсплейда және жаңа новыйдан өзгерістер көріп тұрған шығарсыздар. Және достар мен бір блогты сындырып жатып достар көптеген сулар таптым. Суларды тауып, және достар мен бесконечно су жасап, және тростниктарымды осы жерге бәрін егіп қойдым. Негізі мана өскен біршама тростник, оның бәрін сындырып алып, екінші жағына егіп тастадым. Оның барлық еккендеріңізді өтірік істеп қойды деп айтпау үшін мен оның бәрін видеоға түсіріп алдым істегендерімді, бірақ ол ұзақ болады. Бұның бәрін негізі манадан бері істедім, манадан бері ұзақ болды. Сол үшін достар, сіздерге көрсетпеу үшін, ұзақ болмас үшін мен оны видеоның басында мана көрдіңіздерге ойдамын. Мана видеоның басында оны көріңіздер ойдамын, теп-тез көрсетіп тастаған мен жерін. Енді видео дейтін ұзақ болып кетпеу үшін, себебі бүгін бөлмесі ұзақ, ал мен одан сайын ұзақ қылмай қойын деп оны көрсетпей салдым. Міне достар, тростниктар егіп қойдым, бір жағына әдемі де, және мындай жолдар жасап қойдым. Әдейі ағаштарымның бәрін құртып емес, бар дағы жерге бүгін біздер достар, конечно, ағаштар өсіретін боламыз, ағаштар фермасын жасайтын боламыз, және де егін фермасын жасап дамитын боламыз, егін жасап, ағаштар жасап. Бүгін біздер сондай шаруалармен айналысатын боламыз. Бірінші достар, біздер егін жасау үшін егін жасайтын семена тоғызақ. Сосын біздер до конца көбін алу үшін мұның бәрін сындыру керекпіз. Және бізге біршама ағаштар жинау керек, бізде ағаштар аз. Бірақ ойлайтын шығарсыздар, ағаштар өскеннен кейін барып қайттан соның жапырақтарын сындырып көбейте беруге болады ғой деп. Бірақ достар, одан өйтіп болсарып жүргенше теп-тез тастау керек, бәрін толтырып егіп тастайық. Осыны достар, бірақ достар, бүгін бір блогты істеуді жалғастырамыз. Ендеше түн батып кетті, уже давай таң атқызып жібере салайық. Читпен жарайды, ештеңпіз. Біздер читпен таң атқызып жібердік. Сол үшін енді достар, біздер ештеңе жарайды достар. Мен просто тез бізде төсек жоқ, сосын уақытты кетірмес үшін тез үйсіз салдық. Сіздерге дұрыс көрінбейтін шығар, маған дұрыс көрінбей жатыр. Және бізде как обычно жаңбыр жауа береді Майнкрафтта. Және біздерде бізге қой деген жануар түсті. Қой деген деппін ғой, қой түсті бізде достар. Қой шықты, және осы қойды біз етін қамау керекпіз қораға. Ей, қой, где ты? Мына жерге сундук қоя салайық. Қазір қой маған мініп ішіне кіріп кетеді өзі. Мен бұны логично білем, солай. Логично солай ғой. Айттым ғой достар, логично солай. Ол өзі сөйтіп кіріп кетеді. Олардың бастары істейді деп етейін бе, істемейді деп етейін бе, өздерін қанаға кіргізіп жіберді. Бірақ маған жақсы болып. Қалай айтам? Жақсы той ма, әлде жақсы ма? Түсініксіз. Және тағы да бір сиыр шықты бізде. Мында біз сундук қоя салайық. Ей, сиыр, ояқ бармасын. Сен бір қораға бар, қора. Ипаш достар, қораны үлкейттік, көріп тұрғандарыңыздай үлкен қалыпса да, оны мана видеосында логично ол кіріп кетті. Тағы да осы жерде сундук тұра берсін. Сен сундук дейтін бұларға баспалдақ болсын, қораға кіргізетін. Түсіндің бе? Алынша біздер блогты сындыра беруді жалғастырамыз, және де сындыра береміз. Бізде дәл мынаңғар жол сияқты ағашықты көріп тұрғандарыңыздай бізде сындыратымыз білінбей қалды. Тек кішкене бүйтіп қисық тұрғанын болмаса, негізі бізде үстіп тұрып қалды. Дәл сол ағаш шықты, міне қызық. Енді біздерге жер түсіп жатыр. Жер өте қатты қажет, бізге жердер көп керек. Себебі артынан соңғы жақтарында көп осы басқа биомдар шыққанда уже біздер жерді аламаймыз.
жер сол кезде сирек шығатын болады. Сол үшін достар біздер жерді теп-тез алып бәрін жинап алу керекпіз. Жерді сақтап отыру керекпіз, құрта бермей әр нәрсеге. Сол үшін достар мына біздің жеріміздің бәрін, біздің әлемімізді, мирімізді біздер дейтін үстіп әлемімізді біздер короче ағашпен жасаймыз ғой, көбінесе шөп мына жерлердің бәрін босамаса құртын. Негізі көп жерін негізі ағашпен жасап тастау керек. Иә, ағашпен істеу керек. Ағашпен әлемімізді үлкейту керек. Себебі мына жер бізге өте қатты артынан керек болады. Керек кездерде аламыз сол жерді. Әйтпесе жер бізде ешкім аз бітіп қалып бытыс болып жүрмесін. Және мында тағы да бізге бір сиыр шықты. Салам алейкум, сиыр барсың, сундыққа бар. Логично кіріп кетесің сен. Мен білемін сен кіріп кететіңді, братан. Не көзі қылый? Неғып көзін қылый қып жасаған? Мен өше түсініксіз. Артынан достар қой мен сиырды ажыратамыз, бөлек қорағы жасаймыз. Артынан бірақ әзірге енді бір қора болған соң, ағаш жетіп кеткен соң бәрін бір жерге тығып тастап жатырмын. Жарайды, енді ештеңе етпес. Бізге қызыл саңырауқұлақ сиыры шықты. Енді сен барып кіре бер. Біздер жерді сындырып жалғастырамыз. Кірсе бір сундыққа, не қарап тұрсың маған? Көзі қап-қара, қорқынышты дейсің ғой. Шын өмірде болсан, монстр болады таза. Бізге мобтар көп түсіп жатыр. Ешкім біздер дейтін іші. Қазір мына үлкен қора салсам да, қазір осыған да сыймай кететін сияқты. Өте көп моб болып жатыр. Қазір қатты көп моб кетіп жатса, онда өлтіремін достар. Сен Майнкрафт қату мүмкін. Және мында біздерде тауық шықты. Және осы тауыққа мен бөлек қора салып беремін деп ойлап тұрмын да, просто. Сундук сындырып тастайық, кәдімгі тауық мына қораға кіріп кетпесін. Ана ішіне де бір тауық алдында кіргізіп тастаған болатын. Ол тауықты артынан бөлек шығарамыз да, екеуін тауықтар қорасын саламыз дәл қазір. Осы жерге арт жағын, міне осы жақтарға салатын менің ойым бар. Және мында бізде ағаш жетеді. Осымен тез жасап бізді тез қора жасап тастайық мына жерге. Мәсіған жетпей қалды. Жарайды достар, ешемпіз. Бізді дейтін мана ағаштармен бізде верстагымыз қайда? Верстагымызды сындырып тастап едік мана біздердің. Себебі не екеніңіздер біліп тұрғандар жастар. Бізге верстаг орын алып басқа жерге қоян дедім. Мен верстагым аяқты мен? Вообще не понял. Верстагыммен лақтып жүрген сияқты мана байқамай. Ана яқты тұттамай сындырған кезде ар жағына түсіп кетті. Болды. Все. Және оны біз мына жерге қоямыз верстагты. Ұзыр қолым терлеп кетті уже. Ыстап кетті бір оны жатқан соң. Ал достар, біздер мына жерден біздер енді палка жасау керекпіз. Бізге палка керек. Және мында 9-ын жасауға болады екен. Мында тез біреуін жасап тастайық. Мен қалған 5-еуін тез орында жасап тастау керек. Және бізде 21 шықты. 21 забор шықты. Ол дейтін өте жақсы. Және біздер жерімізді одан сайын үлкейте берейік. Бізге жер дейтін жетеді. Бізде уже бір стак жер бар. Ол деген өте жақсы. Біздер жері өте көп деген сөз. Достар, біздер дейтін жерді үлкейтуді жалғастырамыз. Және де қораны осында кішкентай қылып жасасақ, себебі тауықтарға қора дейтін қатты үлкен керек емес. Себебі тауықтар күтіп іште сияды ғой. Және біз бір забор есікті аламыз. Және де ол жерге қоя салайық. Және бізде семенамызды аламыз. Және сол семенамызбен біздер тауықтарымызды бөлеміз. Мында бір тауық келе жатыр. Біздің анаға сырттағы тауық келе жатыр. Сол тауықты біз кіргізейік. Анчейіні келесі тауықты кіргізейік. Енді тез барып кіргізіп, содан кейін біздер осы тауықтың қорасын жасап тастаймыз. Ал тауық шық. Давай. Иттің баласы құрышты. Пішпеппін ғой қасқа дебил. Мұшық шақырғандай үйреніп қойған просто да. Келдір. Кел тауық. Тауықбай деп атайын мен бүгіннен бастап сені. Тезді жүгіріп барып мына жерде есік жоқ деймін. Солар айттым ғой, жүгіріп барып жаппасаң өйстіп қашады олар. Тауықтар бос қатты жүгіреді дейді. Шетке әкеліп алайық бергендер. Ей! Жынсың ба сен тауық?
жалмауыз тауық, сен не қаша бересің? Ол тауық емес, неғып мына тауықты неғып өлтіріп тастауым керек едім. Жүгір. Мына иттің баласы. Бірақ тауық мана бір тауықты байқамай ұрып өлтіріп алдым. Бізде дейтін мында қаншама сиыр уже. Бір қой, бұл қойды да қазір ажыратамыз, және мында тағы да ағаш дәл сәйкесіп тұр екен. Жарайды, біз және бізде тамақ бар есесіне хотя бы. Ал достар, біздер сындыруды жалғастырамыз, және де бұл видео сіздерге ұнап жатса, видеоға лайк және де подписываться. Бізде тауық, екінші тауық өліп қойды. Енді новыйдан тауық келді бізге. Бірақ енді мына тауықты қайттан жабу қиын болатын сияқты. Қайттан шығып кететін аңғараңыз, үстеді ғой ептігідік. Ты куда, братан, ты куда? Бізде уже 2 тауық бар уже. Ол деген өте жақсы жаңалық. Ыңғайлы тұр ғой, шықпыш. Бұл достар жалғастырамыз. Енді достар, мынаны сындыруды жалғастыра берейік жері. Және тағы да осы жерді қойып қояйық. Давай сен өз қораңа бар. Қораңа бар деймін. Изи, ол логично кіріп кетеді. Және мен не үшін сынып тастатқаныңызды білетін шығарсыздар. Қай тауық шықпаса, сонымен міне оны қораның ішіне кіріп кетіп, содан кейін тауық шығарамын деп, аны сиырлар шығып кетіп, бардак болып, бітшіт болып жүргенше. Сол қайтарым. Давай, енді бізде үшінші тауық. Бізде уже тауықтар көбеюде. Және жүгіріп барып еш жоптаймыз. Болды, бізде достар уже 3 тауық бар. Және бізде көптеген сиырлар бар. Соны сана уақытын кетірмей тез істеп мынаны сындырып тек тез блокты сындыра берейік. Және достар, біз уже күшті дамып келе жатырмыз достар. Біздің дамығанымызды лайк басып кетіңіздер. Және біздер мана огород, ағаш фермасын жасаймын деген ой жасаймын деп едім. Бірақ достар, оның бәрін жасауға әзірге оны жасап жатқан жоқпын. Себебі достар, біздер оны әзірге жасауға уақыт жетпей жатыр. Біздер қазір блок сындырып әуре болып жатырмық. Ал достар, қазір біз жасаймыз. Дәл қазір жасай берейік. Болды, біздер бүгін көптеген зетпен айналысатын боламыз. Уже тауық фермасын дайындадық уже. Бүгін біздер сосын достар, ағаш фермасы, егін фермасын бәрін жасайтын боламыз. Камын, ча-ча-ча, фумы күпі ча-ча-ча деп қоқытсыны. Тиктоктағы трендті қарап алып айта беретін досың деп мені белгілендір көйч. Достар, білесіздер ғой, уже біліп тұр ғой, мен тикток қарайтынын. Барлық адам уже тикток қарайды деген ойдамын. Тикток қарамайды адамдар бар ғой, тикток жоқ адамдар бар ғой. Бірақ достар, почти әлемдегі адамның почти 75% тикток қарайды. Балалар әсіресе. Оқушылар, мысалы мен де қараймын тикток, бірақ көп қарап кеткен соң трендтердің бәрін жаттап алғанский, сосын бәрін айта берем. Бақ етіп. Ча-ча-ча. Ама па-па-па. Кама кетті ча-ча-ча. Мен біздер жерімізді үлкейте береміз, және біздер егін жасаймыз дәл қазір. Содан кейін ағаш фермасын жасаймыз да, тез бәрін істеп тастаймыз, содан кейін видеоны аяқтаймыз, содан кейін жатып алып мен дейтін тикток қараймын. Тикток қарамаймын мен. Енді шаршап кетті, содан кішкене демалам деген бол. Сен уже шаршап жатырмын мен ау үйден түсірем деп. Қолым талып кетті уже, ё-майё. Әлі ағаш фермасын жасау керек. Қолым талып кетті, шынымен видеоны аяқтап тастайыншы, осы жерден де қуып кетсін. Бірақ та қанша біз жасау керекпіз давай. Қасқа міне су жоқ қой, тез суды жаса, тез. Ча-ча-ча. Бит-пеле.
Болды достар, біз жауып тастадық. Болды, осы бір су жарайды деген ойда емеспін. Кішкене тағы да кішкене сулар керек мында. Және мында екінші суды жасаймыз. Қазір бізде тағы бір шелек бар. Дайын. Ал достар, біздер уже дайын болып қалдық егінді жасап бітуге. Ал достар, біздік уже дайын егініміз. Дайын дегенде бұдан сен ары қарай үлкейтеміз ғой артынан, бірақ достар әзірге просто осы жарайды деген ойдан болып тұрмын. Микрофонды ұстап алайық. Ой, болуна микрофон бәле болу. Надоел микрофон. Туф, надоело. Құрсыншы тепес. Істеш бұл. Ал достар, біз жалғастырамыз, және де микрофон надоел болды. Істеш болды, дұрыстап. Болды. Ал достар, біз жалғастырамыз, және достар, осы сериясіздерге ұнатса лайк басып кетіңіздер. Анша біз видеомызға кеттік, жалғастыра берейік деген оған шейіп кеттім. Әрине, конечно, бізге жетпей айттым, 9 дейтін слишком аз. Ал достар, біздер осы жарайды, артынан үлкейтеміз одан сайын осы егінімізді. Нәтижеге достар, енді біздер келесі не жасаймыз? Конечно, біліп тұрғандарыңыздай біздер ағаш фермасын жасаймыз. Ағаш фермасын дегенде ағаштарды өсіретін ферма кәдімгідей. Просто говно ферма, говно. Опа. Бұл жарайды деген ойдамын, осы 12-24 ағаш. Осы жерге жасай берейік та айты достар. Ал енді осы жерге жер қоямыз, және де біздер қанша ағаш? Бізде 5 ағаш екен достар, барлығы 5 ағаш, нормальный 5 ағаш дейтін, 5 ағаш. Сонда біз 5 жер жасау керекпіз. Сонда біздер жерге 1, 2, 3, 5, 4. Мен жер қоямыз, және де ең ағашты қоямыз. Біздер үстіп жасап, баяғыдай естеріңізде ме бір блокты скай блокты естеріңізде ме дәл осы жасағанымыз, да солай жасап жатырмыз достар біздер. Аха, дайын. Енді келесі мына жағына бұрамыз. Мына жағына бұрап жасаймыз енді бүйтіп. Опа. Ағашымыз уже құрылып жатыр. Ағашымыз кетіп жатыр, бірақ бізге ештеңе етпес. Ағашымыз деп бұл жеріміз. Бірақ жарайды, ештеңе етпес, ол дейтін ештеңе болын қылмайды, ойындамаймыз. Мына жерден бүйтіп бұрылып, бұны біздің уже ағаш фермамыз дайын болды. What the fuck? Это что херня? Это что за херня? Шошқалар жүр мұнда. Не күресатсыңдар? Короче, достар, мен шошқа асырамаймын. Бізде шошқаны ешқашан қазақтар асырамаған. Шошқа харам. Мұнда мен шошқалар толып кеткен достар. Қайдан шошқалар шығып отыр? Құрбар. Яқтыр жібереміз шошқаның бәрін.
Себеби бизге шошка керек эмес, анын дым пайдасы да жок анын. Жибер. Шудан да пайдасы жок шошканы асырганча. Мага не курага кирип кетти койчу, ё-моё. Пиздец дейм мына шошкалар. Бирок бастырсайт экен, курага кирип атат. Мында достор тағы бір қой пайда болуп түшү. Ёп, тигидик. Сен қой жүре бер. Ол туралы осымен біздің видеомыз бітті. Амандықта жүзгенше давайте.